Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Каналыма қош келдіңіз. Сіз білген Сталин. Негізгі аты Сталин емес. Сталин тек қана лақап аты. Бұл видеода сіздермен бірге Сталиннің туылғаннан өлгеніне дейінгі барлық мәліметті көретін боламыз. Осындай видеолардың шығуын қаласаңыз, лайк басу арқылы маған білдіре аласыздар. Дайын болсаңыз видеоны бастайық. Тарихтың танымал диктаторларының бірі болған Иосиф Сталин кішкентай кезінде революциялық іс-шараларға қатысып, әлемде із қалдырған тарихи тұлғалардың біріне айналды. Иосиф Сталин атымен танымал Йозеф Виссарионович Джугашвили 1878 жылы 18 желтоқсанда Грузияның Горик қаласында дүниеге келген. Оның әкесі Виссарион грузин етікші болған, ал анасы Екатерина қатал мінезді осетин әйел болатын. Олар қайтыс болған 4 баладан кейін қалған жалғыз ұлдарына көздерінің қарашығындай қарайды. Балалық шағында оны көпшілік етікші Шесоның ұлы Сосо деп атайды. 7 жасында аусылмен ауырып, оның іздерін өмір бойы көріп өтеді. Әкесі оның етікші болғанын қаласа да, анасы семинарияны жақсы көреді және Иосифті Гори шіркеу мектебіне жібереді. Барлық сабақтар мұнда орыс тілінде өтеді. Сондықтан Сталин грузин тілін анасынан үйренеді. Мектеп жылдары 8 жастан 18 жасқа дейін созылып, оның жеке басын қалыптастырудың қуатты факторына айналады. Мектепте Йозеф әсерлі даусы болғандықтан хорға қосылады. Бұл жылдары өлеңдер жазып, өлеңдері әртүрлі журналдарға шыға бастайды. Мектепте діни кітаптар қатарына қосып оқыған Дарвиннің түрлердің шығу тегі туралы кітабы оның діни пікірін өзгеше қалыптастырады. Ол достармен бірге революциялық кітаптарды кітап дүкенінен жалға алып оқиды. Сол кезде ол әдебиетке, тарихқа, әлеуметтануға және басқа да ғылымдарға қызығушылық танытады. Сталин 1898 жылы Тбилиси діни мектебінде болған кезде Лениннің Санкт-Петербург одағы тарапынан шығарылатын газетке жазған мақаласы қатты ұнап қалады. Ол осы жазбаны оқыған сәттен бастап, жазбаның авторының әр сөзін асыға күтетін болды. Көп ұзамай бұл бейтаныс адам Сталиннің көз алдында мықты қаһарманға айналады. Екеуі осы күннен 5 жылдан кейін бірақ кездеседі. Оқуға келгеніне 1 жылдан аспаса да, ол Тбилисидегі орыс марксистер құрған заңсыз топпен байланыс орнатты және олардан Плеханов, Маркс және басқа да орыс социалистік жазушылар туралы көп нәрсе оқып үйренеді. Осы жағдайға байланысты 1899 жылы 27 мамырда мектеп кеңесі Йозефті саяси жағынан сенімсіздеген желеумен мектептен қуып жібереді. Сталиннің ескі мектептегі досы Александр Сванце оны өзінің қарындасы Екатерина Сванцемен таныстырады. Сталин Като деп атаған Екатеринамен 1906 жылы Тбилисиде үйленеді. Сталин отбасылық өмір туралы көп айтқанды ұнатпағандықтан Екатерина туралы өте аз мәлімет бар. Алайда олардың бақыты ұзаққа созылмады. Өйткені екеуі де заңсыз партияның мүшелері болды және екеуі жалдамалы пәтерлерде көшіп қонып өмір сүрді. Екатерина 1 жылдан кейін Сталинге ұл сыйлайды. Сәбиге Якоб деп ат қойып, оны еркелетіп Яша деп атайтын еді. Балалары туылғаннан кейін көп ұзамай оның 22 жастағы әйелі іш жүзегінен қайтыс болды. Ата-әжесінің тәрбиесінде болған Яша әкесінің кішкентай кезінде өте аз көрген. Өйткені Сталин көп уақыт түрмеде және қуғында болғандықтан үйге келіп кетуі қиын болатын. Бірнеше жылдар өткен соң Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде фашистердің қолына түскен лейтенант Яков Джугашвили Сталиннің өз ұлы болғандықтан фашистер оны мәлімет алу үшін пайдаланғысы келді. Егер ол әкесіне қарсы мәлімет берсе, оның өмірі сақталып, өмірінің соңына дейін кепілдікке ие болар еді. Яша олардың барлық ұсыныстарынан бас тартты. Соңғы құрал ретінде фашистер оны Сталинград шайқасында тұтқынға түскен фельдмаршал Фридрих Паулусқа айырбастағысы келді. Бұл ұсынысқа Сталин: "Яков менің миллиондаған ұлдарымның бірі ғана. Маршалды жай ғана лейтенантқа айырбастамаймын" деп жауап берді. Яша 1943 жылы Берлин маңындағы концлагерден қашып бара жатқан кезде басынан оқ атылып қайтыс болды. Сталиннің Кавказда танысқан досы Аллилуевтің Хура және Надежда есімді 2 қызы болды. Сталин отбасының досы және олармен жиі кездесіп тұратын. Әрине, ол кішкентай Надежда үшін ерекше кейіпкер болды. Бірнеше жылдан кейін Надежда Сталиннің екінші әйелі болды. Олар 1919 жылы Надежда 18 жаста, Сталин 40 жаста үйленіп, олардың ұлы дүниеге келді. Надежда өзінің Сталиннің әйелі екенін бәрінен жасырып, колледжде оқуды бастайды. Олардың екінші баласы да дүниеге келеді. Уақыт өткен сайын күйеуімен келіспеушіліктер көбейіп, өзін дінге бағыштайды.
1932 жылы 9 қарашада Надежда актриса Галия Егоровна шақырған кешке қатысып, күйеуі Галиямен жақындасқандарын көрген кезде бөлмесіне оралып, қарумен өз-өзіне қол жұмсап өмірден озды. Симон Себак Сталиннің Қызыл патша сарайы деген кітапта Сталиннің өмірбаяны туралы көп нәрсе жазған. Оның айтуына қарағанда, Сталин әйелдерге онша мән бермеген, бірақ олармен жақсы тіл табысқан. Ол үйленген болғанына қарамастан көптеген әйелдермен, оның ішінде шенеуніктердің әйелімен бірге болған. Олардың бірі күйеуі саяси бюроның басшысы Бронка Метликова. Олардың қатынасынан некесіз қызы, ал Мария Кузаковадан некесіз ұлы болған. 1901 жылы қыркүйекте Сталин және оның тобы Бакуде баспахана құрып, Брыдзола күрес деп аталатын алғашқы грузин социал-демократиялық газетін шығарды. Ол түрлі іс-шаралар мен көтерілістерге қатысып жүріп, 1902 жылы 5 сәуірде тұтқындалып, Батумидегі революциялық қозғалыстың бас көсемі және ұстазы болғаны үшін сотталды. Ол алдымен Батуми түрмесіне, содан кейін Кутайдағы түрмеге жіберіледі. Bir жылдан кейін ол климаты ауыр болған Сібірдің Балажанс аймағындағы Новая Уда ауылына қуғындалды. Бірақ 1904 жылы 4 қаңтарда түрмеден қашады. Сол жылы Бакудегі революциялық өрлеудің басы болды. Ереуіл басқарушылары большевиктерден тұрды, ал Сталин олармен бірге әрекет жасайтын еді. Ресей социал-демократиялық еңбек партиясы екі топқа, большевиктер және меньшевиктер, яғни көпшілік және азшылық болып екіге бөлінеді. Бұл қақтығыста Сталин Лениннің, яғни большевиктердің жағына шығып, бірнеше ай бойы Кавказдың қалалары мен елді мекендерін аралап, Лениннің көзқарастарын бар күшімен жаюға тырысты. Бірақ ол осы сапарларда ұсталып қалмау үшін әртүрлі лақабаттарын қолданады. Мәскеу Қазан темір жолында 1905 жылдың қазан айында басталған темір жолшылардың ереуілі бірнеше күн ішінде телеграф дүкендеріне, фабрикаларға, шеберханалар мен шахталарға тарады. Бұған студенттер мен заңгерлер және инженерлер қатысқаны үшін ереуіл бүкіл Ресейге тарады. Елде бәрі тоқтады. Патша манифест жариялап, ереуіл әлсірейді. Бірнеше күннен кейін ереуіл тоқтатылды. Алайда 13 қарашада Кронштадт матрастары арасында көтеріліс туралы хабар шығып, Польшада әскери жағдай жарияланған кезде ереуіл қайта басталды. Большевиктер қарулы көтеріліс бастаса да, 9 күннен кейін үкімет көтерілісті басып тастайды. Алайда Сталин бұл кезеңде Астанада емес, Кавказда болды. 1908 жылы 25 наурызда полиция Сталиннің жұмыстарын тағы да тоқтатады. 8 ай Баку түрмесінде болғаннан кейін ол Ресейдің солтүстігіндегі Вологдаға қуылды. 1 жылдан кейін ол қуғыннан қашып, большевиктер ұйымындағы жұмысын аяқтау үшін Бакуге оралды. Бірақ бұл саяхат ұзаққа созылмады. Ол 1910 жылы тағы да қамауға алынды. 6 ай Баку түрмесінде болғаннан кейін 1911 жылдың жазында тағы қашып кетті және партия әкімшілігінің талабы бойынша Санкт-Петербургке большевиктер ұйымын нығайту үшін жіберілді. Алайда ол жұмысын бастамай тұрып, оны 1912 жылы полиция ұстап алып, Вологдаға алып кетті. Ол бірнеше ай бойы партияның жаңа конференциясын шақыру, заңдық газет шығару және Ресейде практикалық жұмыстар жүргізу үшін заңсыз орталық құру туралы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Сол уақытта Сталин большевиктер партиясының екінші басқарушысы болып тағайындалды. Осы жаңалықты алғаннан кейін ол Вологдадан Санкт-Петербургке тағы қашып кетті. 1912 жылы 22 сәуірде большевиктердің бірінші газеті Правда газетін шығаруға қол жеткізді. Сол күні Сталин тағы бір рет тұтқындалды және Сібірге, Нарин қаласына жіберілді. Ол жерден де қашып кеткеннен кейін оған Сталин деген лақабат қойылды. Сталин деген болат адам дегенді білдіреді. 1912 жылы өткен Прага конференциясында Ленин оны орталық комитетке сайлады. Ол партияның өзіне жүктеген басқару міндеттерін қабылдауға дайындалған кезде бұрынғыдан да қатаң бақылауда болды. 1913 жылы 23 ақпанда Санкт-Петербургтегі Правдаға арналған концертте Сталин қайтадан тұтқындалды. Бұл жолы Сталин 4 жыл бойы алыс Турганск облысына жіберіліп, 1914 жылдың басында солтүстікке қарай Сібірдің арктикалық аймағында орналасқан Корейка ауылына ауысты. Бұл жолы патша адамдары оны қатаң ұстауға бар күшін салды. Лениннің басшылығындағы Октябрь революциясы деп аталған 1917 жылғы Ресей төңкерісімен патшаның тақтан тайдырылған туралы хабар мыңдаған саяси қуғындар қатарында Сталинге де жетіп, ол да қайту үшін Санкт-Петербургке қарай жолға шықты. Ол Санкт-Петербургке 1917 жылы 25 наурызда жетіп келді. Сталин Правда газетінің жетекшісі болған кезде Ленин халық комиссары деген қызметін береді. Халық комиссарының міндеті әртүрлі ұлттардың ұлтшылдық идеялары мен қозғалыстарын басу болды. Азаматтық соғыста ол саяси комиссар ретінде атты әскермен бірге қарсылас армия күштеріне қарсы күреседі. Осы соғыстар кезінде Ресей армиясы толығымен таратылып,
өз орнын Кызыл армияга калдырады. 1924 жылы Ленин кайтыс болгондон кийин Сталин партиянын басына келди. Барлык баскарууларды өз колуна алды. Бурунку кадрларды таратып тастап, партияга жаңы кадрларды алды. Келесі жылдары Сталиндин карсыластары, әсіресе Леон Троцкий және троцкисттер өте катты кысымга учурады және элден кетүүгө мажбур болду. Одан башка оппоненттердин барлыгы өлүм жазасына кесилди, немесе түрмелерге камалды. Миллиондаган адам катал заң бузушулуктарга учурап, Сталин саясатынын кесиринен өмүрдөн озду. Кавказ халктары, әсіресе Кырым татарлары, акска түрктер мен чечендер Сталин тарапынан күчпен куугунга учурады. Сонымен катар, Польша мен Украина сыяктуу көптөгөн аймактарда аштык пен кыргындан миллиондаган адам каза тапты. Катyn мен Голодомор булардын ичиндеги эң таанымал болгондар. Сталин баскарган 31 жылдагы КСРОда кырылган халктын накты санын әлі ешким билмейди. Мемориал когамы оны 12 миллион десе, саясий бюронун бурунку мүчөсү Яковлевдин комиссиясы 32 миллион дейди. Тарыхчы Рой Медведевдин эсеби боюнча олардын саны 40 миллион. Ал кей бир жерлерде типти 55 миллионун маңай деп те айтылган. Калай десек те бул жылдар әлемдик тарихта адамды кынадай кырган заман ретинде калды. Сонун ичинде 1937-38 жылдардагы Сталиндин кол чокпары Ежов иске асырган саясий репрессиянын орны типти бөлек. Тазалоо деп аталган бул кыргында Мемориал когамынын эсеби боюнча 1 миллион 710 мың адам туткундалып, сонун 724 мыңы атылыпты. Ал шетелдик деректерге сүйенген Калифорния университетинин профессору Дэниел Ренкл Леферрери бул санды 5 миллионнан 9 миллионга дейин жеткен деп жазады. Осынын баары 2 жылда гана орун алды. Сонун ичинде Казакстанда репрессияга учрагандар саны соңку убакытта табылган деректермен 118 мың адамга жетти. Олардын 25 мыңдайы атылган. Онун негизги бөлүгү өзде аз болгон казак зыялылары эди. Халк жаулары, ултчулдар, исламчылдар, түркшилдер, Англиянын немесе Жапониянын шпиондар деп айыпталган ата-апаларымыздын баары да улуттун сүт бетинен чыгатын каймактар эди. Улуттун бас көтөрөрлери түгелге жуук жоюлганда, халк катты эсеңгирип, өзүнүн адамий болмусунан, өзүндүк дамуу багдарынан айрылып, мәңгирип калды. 1931-33 жылдардагы аштыкта халктын саны азайса, бул жолу сапасы куруду. Гулаг лагерлери туткундалгандар үчүн эң коркунучтуу жерлердин бири болуп келди. Кеңес одагы ар дайым гулаг лагерлерин жасыруу менен айналышты. Бирок 90-жылдардын соңуна карай гулаг тууралуу ар түрлүү файлдар, документтер ортага чыга баштады. Гулаг деп аталган осы лагерлер негизинен эки функцияны аткарды. Биринчиси режим карсыластарын жазалоо, ал экинчиси адамдардын эмгектерин жүйелүү түрдө пайдалануу аркылуу өнөркәсиптин дамууна үлес косуу. Гулаг лагерлеринин тагы бир ерекшелиги башка түрмелер менен салыштырганда мында туткундардын көпчүлүгү саясий туткундар болду. Солженицинин жазбаларында Сталин дәврүндөгү саясий курбандардын санын, өлүм жазасына кесилгендер, куугундалгандар, түрмелерге жиберилгендерди косканда 15 миллион деп аныктады. Кеңес одагынын ар түрлүү истерин баскаратын мемлекеттик органынын мурагатындагы ресми жазбалар болса мүлдем башкача, ягни 4 миллион деп көрсөтүлгөн. Сталин баскарган кезде 2-5 жылдык дамуу жоспарын дайындады. Ол кеңес одагын индустрия дәврүнө чыгаргысы келди және осылайша өзүнүн күчүн аяусуз колдонду. Чечимдерине кулак аспагандарды өлтүрдү, немесе ар түрлүү куугун-сүргүн лагерлерине жиберди. Коммунизм дәврүндө Сталин фермаларды, заводдарды адамдардан тартып алып, барлыгын басып алды. Сталиндин алгачкы 5 жыл деп жоспарлаган 1928-1932 жылдар аралыгындагы дамуу жоспары 4 жылда аякталды және натижелер өтө апаттуу болду. 1930 жылы Сталиндин шешимимен 25 миллион адам шаруа үйлеринен күчпен чыгарылып, ири өнөркәсип фабрикаларына көчүрүлдү. Экспортту турактуу уктап туруу үчүн Сталин азык-түлүктү кемемен экспорттайтын эди. Ал бул аракеттин салдарынан ауылдагы мыңдаган адам кайтыс болду. Онун экинчи дамуу жоспары 1932-37 жылда да апатпен аякталды. Дамуудун 3-5 жылдыгы 1938 жылы басталганымен, оны 1941 жылы Экинчи дүйнөлүк согуш токтоткон болотун. Жоспарлар апатпен аякталса да, олар Сталиндин мемлекетти нашар көрсөтүүгө тыйым салуу саясатына байланыштуу купуя сакталды және жарыяланбады. Адамдардын Сталинге каршы, әсіресе баспасөзгө жагымсыз сөз айтууна тыйым салынды. Ауылда өлүм мен кыйроо тууралуу жаңалыктар көпчүлүккө тараган жок. Тек мактанышпен Сталинди усунатын жаңалыктар мен сүреттерге гана уруксат этилди. Сондай-ак Сталин 1925 жылы Ресейдеги азамат согушунда өзүнүн рөлү үчүн Царицын каласын Сталинградка ауыстырды.
1944 жылы ол комиттеринди АКШ пен Улуу Британияга каршы міндеттеме және кепилдик ретинде таратып жиберди. Комиттерин бул капитализмди кулатуу күресинде халкаралык жумушчу табын бириктирүү үчүн Ленин курган социалисттик революциянын дүнүйжүзүлүк партиясы. Интернационалды мемлекеттик кийимин менен ауыстырып, сөздери тек Сталинди мадактоо сөздери менен ауыстырылды. 1946 жылы ол Халк комиссарлар кеңесин Ленин жек көретін министрлер кеңес деп атады. 1947 жылы жұмысшы шаруа Кызыл армиясының атауын КСРО каруулуу күчтери деп өзгертти. Ол партияны сол күнгө дейин сипаттайтын большевик атагына нүкте койду. Сталин бастаган кеңес одагы 2-ші дүниежүзүлүк согуска дейин Германия мен Молотов-Риббентроп пакты деп аталатын шабуыл жасамоо тууралуу келисимге кол койгонымен келесі жылдары согуш башталып кетти. Кеңес одагы биринчи кезеңде ауыр жеңилистерге учураганымен герман аскерлерди токтотуп, вакытында шабуылга чыгууду камтамасыз этти. Согуштун аяк жагына карай Германияга каршы АКШ, Британия, Франция, Кеңес одагы биригип, жеңип, Сталин мен кеңестер бул жеңисте жетекчи орунга ээ болду. 2-ші дүниежүзүлүк согуста жеңиске жеткен кезде Сталиндин күчү де артады. Тегеран мен Ялтада Рузвельт және Черчилль менен жасалган келисимде КСРОну әлемдеги 2-ші держава ретинде кабылдауга мажбур этти. 1947 жылы ол американдык империализмдин куралы ретинде кабылданган Маршалл жоспарына каршы халкаралык коммунизмди таратуу максатында Коминформ курду. 1953 жылы 2 наурызда миына кан кетүү нәтижесінде Сталиндин оң аяғы мен оң колу параличке учурап эсинен танды. Ал 2 күндөн кейін, яғни 1953 жылы 5 наурызда кайтыс болды. Оның орнын басқан Никита Хрущев Сталинди жау деп жариялады. Типти Сталин деген атпен басталган калалардын атаулары өзгертилди. Сталиндин сүрөттөрү мен бюсттери акчадан, маркалар және мемлекеттик мекемелерден алынып тасталды. Оның кабирде ашылып, Кремль кабыргасынын сыртына чыгарылды. Bir лидердин, балким bir кахарманы, балким bir жауыздың туулгандан өлгөнүнө дейинки барлык маалиметтерди сиздерге эгжей-тегжейлі жеткизе алдым деп ойлаймын. Сталинди жауыз дейсизби, лидер дейсизби, диктатор дейсизби? Бул өзүңүзгө байланыштуу. Натижеде ким экенин айттым, ким экени белгиле. Осындай видеолардың шоуын қаласаңыз, лайк басу арқылы маған білдіре аласыз. Сталиннің маймылдан адам жасап шығару жоспары туралы видеоны осы жерден көре аласыз. Ал 27 шындықтың басқа да бөлімдерін осы жерден көруді жалғастыра аласыз. Каналға да осы жерде тіркеліңіздер. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.